Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Салат дайындамас бұрын менің каналыма тіркеліп, каналымды қолдап жіберулеріңізді сұраймын. Жасалу жолы өте оңай. Бізге осы көкөністер керек болады. Және копченый тауық еті керек. Цветная капуста мен брокколиді осылай 10 минут суға қайнатып аламыз. Тәтті бұрышты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осылай турап аласыздар. Мен барлық көкөністі 3 бұрышты етіп турадым. Қиярды да, қызанақты да. Менің каналыма тіркеліп, қолдап отырыңыздар. Лайк басып отырыңыздар. Салат жапырағын ірі етіп тураймыз. Брокколи мен цветная капустамыз біздің пісті. Оларды да осылай турап аламыз. Описание бөліміне барлық керекті ингредиенттерді салып қоямын. Барлық көкөністі турадық. Енді осы тауық етін өзіңіздің қалауыңызша турап аласыз және үлкен ыдысқа салып майды қыздырып құямыз. Тұз саламыз дәміне қарай. Шекер саламыз. Кунжут саламыз. Кунжут әдемі болу үшін. Және соевый соус құйдым. Қара бұрыш саламыз. Және паприка саламыз. Осының барлығын жақсылап араластырамыз. Жарты сағаттан соң дастарханға қойып жей болады. Міне осындай өте дәмді, өте әдемі, өте оңай, кез келген дастарханның көркін ашатын салатымыз дайын болды. Менің каналымды қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.